Қазақ медицинасында құрқылтай ұясының емдік қасиеттері ертеден-ақ белгілі. Қазақ халқы құрқылтайды зиян тигізуге болмайтын киелі құс санайды. Ал ұяны балапандары қанаттанып ұшқан кезде күзде ғана жинайды. Кейде ұзақ уақыт болған пайдаланудан қалған құрқылтай ұяларының жерге үзіліп түсетіндері де болады. Мұндай жағдайда құрқылтайдың ұясын кездестіріп тауып алған адам бақытты болып, дәулеті тасиды деген наным-ырымдар бар. Халқымыз құрқылтайдың ұясының құяң, бел, буын, несеп жолы ауруларына емдік қасиеті үшін пайдаланып келген. Құрқылтайдың ұясы әйелдердің бедеулік ауруы үшін де таптырмас ем есептеледі. Шыр еткен сәбиге зар болып жүрген ата-аналарды емшілер осы құрқылтайдың ұясымен емдеп жазып, нәресте сүйдірген екен. Құрқылтайдың ұясы ең алдымен бүйрек ауруына ем. Ауыл аймақтағы бүйрегі суықтап сыздаған, онда құм, тұз бар адамдар дәрігерге емес, қазақ емшілеріне көрінетін болған. Емшілер бүйрек ауруы барларға бір ұяны ортасынан екіге бөліп, оны екі бүйрекке таңып қояды. Сыртынан жылы орап қою керек. Құрқылтай ұясы бүлінбейді, сасымайды. Сондықтан бүйрек суықтағанда оны қайтадан қолдана беруге болады. Жатыр жарығымен ауырған әйелдерді құрқылтай ұясының түтінімен емдейтін жағдайларда бар. Оның да өнімі жақсы болып, пышақсыз, осы қарапайым еммен жазылып ұрпақ сүйген талай ана бар. Бала шыжың болса, ересектерде де зәрдің шықпауы немесе жиі мазалауында қуыққа тас байланса, қуық қабынса құрқылтай ұясынан азырақ бөліп алып, түтіп, шұқырлау темір ыдысқа саласыз да, оған азырақ қана адыраспан қосасыз. Оны адыраспанды түтеткендей түтету керек. Қыз келіншектер ұзын етек көйлек, ал ер адамдар белінен төмен жамылғы орап алып, сол түтін басылғанша үстінде отырады. Оған ары кеткенде 10-15 минут қана уақыт кетеді. Сосын жылы киініп алу шарт. 2-3 рет жасаса жеткілікті. Дәл осы амал әйелдердегі суықтау, жатырдағы басқа да ауруларда, бедеулікте, ер азаматтардағы простатитке, бел омыртқасындағы гіржаға да ем болады. Тізеде, буындарда, тіпті желкеде тұз болса, сары су жиналу, аяқ буындары ісінуі, сүйектің қақсауында жаңа орылған бидайды сабағымен алып, құрқылтай ұясының аз ғана бөлігімен суға бір қайнатып, айналасын қымтап, сол қоймалжыңға тізерлеп отырады. Оны азырақ мөлшерде жасап, қалыңдау матаға салып, екі тізеге, желкеге таңып қоюға да болады. Қаны қою, үйіп қала беретін адамдарға да ем ретінде қолданылады. Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Мақсат медициналық орталығының директоры, көрнекті дәрігер Мақсат Әбдіқадырұлының жеке мұрағат қорынан алынған мәліметтер. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар, ардақты ағайын.